Егер картаңызда осындай болатын болса, сіздің шотыңыздағы ақшаның бәрін біреу ұрлап кетуі мүмкін. Бұл қалай жұмыс жасайды және қалай қорғануға болады? Қазір айтам. Ондай менің картамда да бар. Бұл технология AirFit деп аталады. Негізгі қызметі бесконтактный түрде ақпарат алмасуға арналған. Дәл қазіргі банктың жағдайында бұл бесконтактный түрде оплата істеу үшін қолданылады. Мысалға, бір жерден бірдеңе сатып алдыңыз, төлем жасау үшін жай ғана мына картаны аласыз да, жаңа аппаратқа тигізесіз, болды, оплата кетті, яғни төлем жасалды. Әрі қарай ешқандай данный, ешқандай код, ешқандай пин-код енгізіп керек емес. Бұл басқа да жерлерде қолданылады. Банктың жағдайында бұл төлем жасау. Бұл өте ыңғайлы технология болғанымен минусы бар. Әртүрлі алаяқтар сіздің қасыңыздан жай ғана өтіп кету арқылы ішіндегі ақшаны сыпырып кетуі мүмкін. Бұл бесконтактный түрде төлем жасауға шектеу бар. Кейбір банктерде 5.000 теңге болуы мүмкін, 10.000 теңге, 25.000 теңге болуы мүмкін. Бұдан қалай қорғануға болады? Оның қазіргі кезде екі жолы бар. Біріншісі, сондайдан қорғауға арналған арнайы әмияндар бар. Олардың жұмыс істеу принципі мынадай. Арнайы әмиян жабық тұрады осылай. Мына жағынан жаңағы аппарат арқылы біреу өтуі мүмкін. Сол кезде ақшаны, егер обычный әмиян болатын болса, ішіндегі ақшаны төлем жүре береді. Ал жаңағы арнайы әмияндарда мына жерден ол аппарат арқылы өткен кезде жаңағы төлем ештеңе болмайды. Себебі арнайы түрде сигнал өткізбейтін сондай өздері материалдан істейді. Екінші жолы бар, әмиян сатып алып керек емес, жай ғана AirFit защита деген арнайы чехол дейік, өте арзан тұратын чехолдар бар. Соны алуға болады. Төменде осы видеоның астында мен қай жерден AliExpress деген интернет-магазинге сілтеме қалдырам, сол жерден алуға болады. Қателеспесем 200 теңге тұрады. Ештеңе сатып алмай қорғанудың жолы мына әмиянды өзіңізбен бірге алып жүрмеу.